бір ғана өт жолы сіздің көптеген ауруды туғызып жіберуі мүмкін. Бауыр, асқазан, ішектің ең басты нәрсесі перистальтикасын бұзады. Ал перистальтика бұзылған болса, сізде запорды еш нәрсемен емдей алмай қаласыз. Сондықтан да өт 12 ішектің спазмының болмау өте маңызды екен, және де ұйқы безді ауырсындырып тастайды. Сондықтан да қазір мен сіздерге ешқандай артық сұрақсыз, сөзсіз өт жолындағы 12 ішектік спазмды қалай кетіру жолдарын, механикалық жолдарын көрсетемін. Соны жақсылап көріп, асықпай күнделікті жасап отыратын болсаңыздар, сіздердің 12 ішекте спазм мүлдем болмайтын болады. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін, дәл осы видеоны жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Аяқты созып жататын болса, может пациентке ыңғайсыз болуы мүмкін. Негізі эффект жақсы болу үшін екі аяқты да бүгіп қою керек болады. Осылай бүгіп қоясыздар. Содан кейін жалпы висцеральный коррекцияны бастаймыз. Ары қарай. Жалпы ары қарай кеттік. Если сізде антисептик болмаса, осылай қолыңызға перчатка киіп алсаңыз дұрыс болады негізінде. Енді бағана жалғастырамыз, ішті үйретіп аламыз. Осылай ішті үйретіп алғаннан кейін бізде ең бірінші қай проекциядан бастаймыз? Яғни біздің жұмыс жасайтын проекциямыз мына осы жерде. Осы проекцияда жұмыс жасаймыз. Жалпы мына өтетін жері мына омыртқа ғой, омыртқаның оң жақ беті. Міне осы жерде жұмыс жасаймыз. Мен сіздерге ыңғайлы болсын осылай сызып қойдым. Түсінікті болу үшін барынша. Енді қараңыз. Жалпы ең бірінші не істейміз? Ең бірінші қалай басамыз, жалпы көбінесе мынау рефлюкс эзофагит деген диагноздар болады. Көп адамдарда қазір мынау өт жолының ауруларымен көп ауырып жүре берген адамдарда уже мына жерлер ауырады, яғни ащы дәм кетіп қалады, мына жерде клапандары ашық болады. Осы клапандар ашық қалған кезде біз мына жерді бірден басып жіберетін болсақ, уже мына жаққа неприятный жалпы нелер келеді. Запыран деп айтамыз, ащы сұйықтық келеді. Сол үшін ең бірінші бастаған кезде міне 12 ішектің аяқталатын жерінен басамыз. Жалпы қол, мына саусақпен жұмыс жасаймыз. Дәл осы жерді былай асықпай басамыз. Жай бассаңыз болады былай, немесе қолдың салмағын қойып қойсаңыз болады. Ең дұрысы, ең безболезненный, ең қауіпсіз терапияның түрі бұл осылай 12 ішектің кіндіктің үстіне былай қолды қою. Осылай ұстап тұрасыз. Просто ұстап тұрасыз. И кішігірім ауырсыну сезуіңіз мүмкін. Бірақ негізі көбінесе ондай болмайды. Жай басып тұрасыз. Просто қолдың салмағын ғана қойып тұрасыз. Осылай. 1 минут, 2 минут. Түсінікті ғой, осылай ұстап отырамыз. И жай жібереміз. Бірнеше рет осылай істеуіміз керек. Немесе өзіңіз висцеральный коррекция емес, просто өзіңізге жасауға сатып алған болсаңыз, бұны сіз былай жасайсыз, үй жағдайында. Міне. Осылай ғана саусағыңызды қойып қоясыз. Екі саусағыңызды қой, екі қолыңызды қойып қойсаңыз болады осы жерге. Просто ұстап тұрасыз. И организм үйренеді. Организм бізге ары қарай жұмыс жасауға разрешение береді, яғни түсіну керек. Біз оған көмектесейін деп жатқанымызды. Осылай ұстап тұрамыз. Вот так. Одан кейін жай жібереміз. Осылай 2-3 реттен басып шығамыз. Және де ары қарай біз не істейміз? Ары қарай бізде ең бірінші жұмысты бастап алатын жер бізде бұл осы проекция, бұл жерде бізде бағана айтқанда луковица деген бар. Екінші біз мына луковицаны басамыз. Тамақ ішкеннен кейін 20 жарты сағат немесе 1 сағаттан кейін жұмыс жасайтын болсаңыз өте жақсы болады. Осы луковицамен негізі в идеале тамақтан алдын жұмыс жасаған жақсырақ, азанда ұйқыдан тұрған кезде. Енді бұны біз қалай басамыз? Бірден шұқып басып жібереміз ба, или былай басамыз ба, қалай? Қандай скоростьпен басу керек? Жалпы бұны біз бірден басып жіберетін болсақ, травма болады, кәдімгідей травма болуы мүмкін. Өйткені бұл жерде біздің денемізде фасция деген бар, яғни еттердің арасындағы ақ нәрсені бізде фасция деп айтамыз. Сол фасциялар бізге бірден басып жіберуге ол реакциясы дұрыс болмайды. Бізге оған рұқсат бермейді ол.
біз бірден басатын болсақ, уже пациентте шошып қалуы мүмкін, қорқып кетуі мүмкін, ауырсыну сезімдері өте қатты болатындай бірден басатын болсақ. Мысалы қараңыз, сіз кәдімгі қойдың жүні бар ғой, қойдың жүнін суға салып, кәдімгідей шылқылдатып, сосын бірден тартуға әрекет етіңізші, ол сізге не бермейді, мұрша бермейді, бірден тартып үзіп жүруге. Оны ұстап, жай бүйтіп қозғап, тартып жіберетін болсаңыз, үзіледі кәдімгі. Нормально қатты күш салмай-ақ сөйтіп үзіп тастауға болады. Бұл да дәл сондай нәрсе, осындай сезумен басу керек. Мысалға мына саусақпен луковицаны біз жаймен баса бастаймыз. Жаймен осы демнің несімен жай баса бастаймыз. Кішкене қаттырақ болады басқан кезде, одан кейін уже міне жай рұқсатын бере бастайды, луковица түсінеді. Осылай біз оған осы арқылы көмек бергіміз келіп жатқан. И пациент те сізге беріле бастайды. Қатаймай, тырыспай, оказывается, болады екен ғой. Осы кездерде кішкене ауырсыну пайда болады, ауырсыну, болевое ощущение. Болевое ощущение кеткенше толыққанды біз осылай ұстап тұруымыз керек. Міне пациент демала береді, біз сол деммен ұстап тұра береміз. Примерно 1 минут 40 секунд деген сияқты, өстіп ұстап тұра береміз. Вот. Бұл әлі луковица толыққанды жіберген жоқ, фасция төмен қарай. Вот, ауырсыну кеткен кезде біз жібереміз. Біз жіберген кезде негізі обязательно пациент былай демалады кәдімгідей. Көрдіңіздер ме? Осылай демалу болады. Демалғаннан кейін біз осы демнің кетіп баратқанымен қайтадан бастаймыз. Вот. Енді екінші басқан кезде уже мына жерде бурление басталады. Яғни фасциялар, ет барлығы босағанын көрсетеді. Луковица, яғни 12 шектің бастау болатын жер. И қолыңыз кішкене еркін кіреді. Жұмсақ болып қалады кәдімгідей. Вот. Осындай ауырсыну сезім болады қайттан. Сол ұстап тұра береміз. 1 минуттай, 2 минуттай. Осылай. Көрдіңіз, түсіндіңіз ғой? Қайтадан жібереміз 1 минут ұстағаннан кейін. Жалпы осылай кете береді. Ал егер өзіңіз жаңағы үйде жасайтын болсаңыз, қалай жасайсыз? Саусағыңызды аласыз да, міне осы жерде бүйтіп басып тұрасыз. Түсінікті ғой? Егер де ыңғайсыз болатын болса, кейбір адамдар бар, немен басам, қолмен ыңғайсыз, немесе былай басып тұрсыз, екінші қолыңызды мынаның үстіне қоясыз бүйтіп. Салмағын тастап тұрсаңыз, қол ол жеткілікті. Вот так. И немесе екінші бізде вариант бар, мынандай телефонды аласыз да, телефонның мынандай ұшын аласыз да, и осы жерге қойып басып тұрсаңыз болады. Салмақтың ыңғайлы болады, осылай түсіп тұрады точно. Түсінікті ғой, осылай кете береді. Енді бізде 12 шектің жалпы сфинктер оди деп айтамыз. Яғни ұйқы безімен мынаның қосылатын жерін сфинктер оди. Сфинктер одиға тоже солай. Сфинктер одиді аламыз, қолымызды осылай қоямыз и басамыз. Жай ауыртпай, бірден қатты травмировать етпей, жай баса бересіз осылай. Жай басқан кезде тоже болевой синдром болады. Пациенттің түріне қарайсыз, пациент уже кішкене ауырсынды, ауырып жатыр деген сияқты көрсетеді сізге түрімен. Немесе өзі айтуы мүмкін, ауырып кетті деп. Сосын жай жібересіз и ұстап тұрасыз. Болевой ощущение кеткенше ұстап тұра бересіз осылай. Вот. И осы жерде де бурление болады кәдімгідей. Көрдіңіз ба? Былай басасыз. Жалпы осылай жібересіз. Осылай жіберген кезде көрдіңіз ғой. Каждый басқан сайын пациент демалады негізінде осылай. Енді қараңыз. Жалпы сфинктер одиді қалай қарай қозғасақ болады дейді. Былай ма? Жалпы барлық бағытта қозғасаңыз болады. Негізінде ең жақсы мен істейтін нәрсе бұл неге омыртқа бар мына жерде. Омыртқа, осы омыртқаның ортасында жалпы сфинктерлер салып қойған суреттер, сфинктер оди барлығы тұрды. И сол сіздің қолыңыз былай басқан кезде тіреледі. Жалпы былай, мына направлениеге басатын болсаңыз, омыртқаға тіреледі. Көрдіңіз бе, мен қалай бастым? Міне, былай кетті, былай. Осы направление қысылу болады и эффектісі де жақсы бола бастайды. Көрдіңіз бе?
Осылай жасаған кезде де эффектісі жақсы бола бастайды. Енді осы жерде бурление болады, тағы да кәдімгідей босап жатқаны. Көрдіңіз ба? Вот так. И мына жерде пульсирование болып отыр. Сезсеңіз, аорта бар, бұл жерде аорта, вена, қан тамырлары. Жалпы осыны повреждение жасап алам ба, яғни құртып алам ба, зиян тигізіп алам ба деп ойласаңыз, жоқ, қорықпаңыз. Өйткені бұл аортаны сіз қайтсам болады, автобуспен, трактормен сол қан тамырды басып жіберсеңіз де ол үзілмейді. Оған ештеңе болмайды. Сондықтан да бұл терапия ондай қауіпті емес оған. Осылай 1 минут ұстайсыз, жібересіз. Жай терең демалады пациент осы кезде. Вот көрдіңіз ба? Реакция сондай болады, терең демалып кетеді, бірден қайтадан басасыз осылай. Міне осылай бірнеше рет істеп отырасыз, немесе сізге ыңғайсыз болса, өзіңіз үйде жатсаңыз, опять осындай телефонмен басасыз бүйтіп 12 елшекте. Енді 12 елшекті қалай табам дейтін адамдар, мысалы 3-тен былай 2 саусақ, мынандай 3 саусақ алсаңыз болады, 2 саусақ алсаңыз болады. Сосын бүйтіп 3 саусақ жоғары қалай алатын болсаңыз, примерно осы проекцияда сізде 12 елшек бар. Яғни 12 елшек сфинктер оди бар. Мұны 12 елшек сфинктер одимен тұр. Осы проекциядан бүйтіп басып тауып ала бересіз. Осы жерде болевой синдром болады. Болевой синдром кеткенше өйстіп басып отырасыз. Былай көтерсеңіз болады бұны, былай тартасыз. Мына жақта ауырсыну болса, осы жақта ауырсынуды кетіресіз, басып. Мына жақтағы ауырсынуды кетіресіз, басып ауырған кеткенше сөйтіп істеп отырасыз. Бұл ешқандай қиын емес, жалпы түсінген адамға. Просто біз басу проекциясын жалпы дыханиямен жұмыс жасауды бағана көрсетіп отырмыз, солай үйреніп алуымыз керек. Енді бізде не? Бұл бізде протоктар, яғни 12 елшек протоктар тұр. Енді біз протокпен қалай жұмыс жасаймыз? Енді біз протокпен просто басамыз. Протокты жалпы мен сіздерге қазір көптеген техникаларын көрсетемін. Көптеген техникалар жалпы әртүрлі мектеп әртүрлі айтады. Біреулер басқаша айтуы мүмкін, біреулер ең күшті техникаларын айтуы мүмкін. Енді қараңыз, мен протоктарды жай басып шықтым. Осылай басып шығу обычный техникасы. Негізі әр мектеп әртүрлі береді. Мен енді барлық мектептерді оқып, остеопатический, кинезиологический, висцеральный массаж, әрбір мұғалім әртүрлі айтады. Енді сол мұғалімдердің айтқандарының техникаларының барлығын құрастырып, ең күшті практиковать етіліп, который мен жұмыс жасаған кезде эффектісі мықты болатындарын ғана сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді қараңыз, ендігі техника бізде вибрация. Протокқа вибрация, яғни барлық жерге вибрация. Бағана айттым ғой, вибрацияның бізге пайдасы бұл секрецияны жақсартады. Ішкі құрылыстың жұмысын кішкене қосу керек. Сөйтіп біз вибрация жасаймыз, осылай қолымызды аламыз да, осы аумаққа бүйтіп ұрып отырамыз. Түсінікті ғой, сөйтіп мына жерге қоямыз. Бұл нәрсені вибрацияны көп жасасаңыз, сізге соншалықты көп пайдасы бар. Қатты тұрмаймыз, просто вибрация жасап отырамыз осы аумақтың бәріне. Көрдіңіз ғой? Бағана видеоны толық қарасаңыз, мен сізге ішкі секрецияны, вибрацияның әсерін жақсы екенін мен сізге айтқан болатын, дәлелді медицинада. Осылай ұрып шығамыз. Түсіндікті ғой? Одан кейін қайтадан протоктарды басамыз. Протокты бүйтіп басып шығасыз. Қолыңызбен, міне үй жағдайында осылай саусақтарыңызбен бүйтіп басып шығасыз. Бурление болады, қырылдап, босап атқан сезіледі, и ауырсыну болады тоже. Өйткені бұл протоктар ұзақ уақыт жүрмегеннің әсерінен, өт жүрмегеннен, дұрыс жүрмегеннен бұл жерде воспалительный процесс басталып кетті деген сөз бағана. Міне, осы жер. Өстіп, жай басып шығасыз үй жағдайында. Енді бізде не? Бізде жалпы осы протокты қалай сеземіз? Остеопатический, бұндай остеопатический техниканы ешкім бермейді сізге, қай жерде барып оқысаңыз. Жалпы остеопатический сезу деген, мысалы қараңыз. Мынау проток тұр, протоктың точно қалай попадать етеміз? Яғни протокқа біз қолымызды қойған кезде, яғни осы мына жерде вена бар, сол вена немен өтеді? Мынау қан тамыр
протоктың жанымен өтеді. Сол қан тамыр протокты табу үшін сол қан тамырдың пульсированиясын тауып алсаңыз, пульсациясын. Вот, сіз уже сол протокқа қолыңыз жетті деген сөз. Сөйтесіз да, мына мен таптым қазір. Осыны екі мына вариантқа былай тартасыз. Проток өйткені жиырылып қалады, көбінесе көп жағдайда просто жиырылып қалады. Біз бұны былай тарта бастаймыз екі жаққа. Созып. Вот, бурление кәдімгідей босап жатыр бұл жерде. Естісеңіздер егер. Естіле ма микрофонға? Осылай тартасыз жан жаққа. О, кәдімгідей босайды. Терең дем аласыз и осылай қайттан тартасыз. Вот. Осылай тарту арқылы күшті босай бастайды өт жолы. Кәдімгідей босайды. Міне осылай бірнеше рет өйстіп тартып шығасынан точно попаданиясын мен сізге түсіндірдім. Ары қарай шайнап жұтып жіберіңіз болды. Ендігі бізде вариант, бізде яғни шрам деп айтады. Көбінесе өтін алып тастаған адамдарда шрам болады. Ал шрам болған жерде мен айтқандай бағана спаечный процесс болады. Спаечный процесс бізде не істейді? Мынау асқазанды, яғни бауыр, ұйқы безінің проекциясын бұзады. Мысалы, тартып тастауы мүмкін, былай қарай тартып тастауы мүмкін органдар, и бүйтіп бұзып тастауы мүмкін. Органдар дұрыс демалмайды. Любой орган бізде демалу процесі бар өзінің механикасы. Сол механикасы бір орында қатып қалуы мүмкін, и басқа да органдардың сол қатып қалған орган өзінің жұмысын құртып алуы мүмкін. Сол себепте сіздің өт қабықшаңыз, өт қалташаңыз жоқ болатын болса, сізге постоянно осы сфинктер оддемен проблема болуы мүмкін. Яғни өт протоктарымен өйткені осы терапияны үнемі жасап отыратын болсаңыз, сізде қатты ауырсыну, болевой синдромда болмайды. Енді қараңыз, бағана спайка дедім ғой, сізде мысалға шрам бар да, мысалға шрамды примерно сызып қойдым мен осы жерге. Мысалға мына жерде сізде шрам бар, кестіңіз, немесе операция болды, немесе шрам мына жерде, немесе мына жерде кішкентай ғана шрам болуы мүмкін. Ол шрам ерте ме кеш пе мынау нені бұза бастайды, спаечный процесс басталады. Енді шрамнан жұмыс жасаймыз, өйткені шрам бар жерде, бұл жерде фасция, еттер кесіледі, ол бәрібір поврежденный кожа болып есептеледі. Сондықтан біз қалай босатамыз? Яғни осы жерден екі жақтан ұстайсыз да, просто тартасыз шрамды. Шрамды тарту керек, осылай ұстап тұрасыз біраз уақыт. Ол ауырады, кәдімгідей ауырады. Ауырып жатқанына қарамай просто тартыңыз, қатты тартпаңыз, енді былай кішкене босататындай. Яғни бағана қойдың жүнін түсіндірдім ғой сізге, қалай типа сондай. Бұл көну керек. Басасыз, тартып тұрасыз. И кішкене ауырсыну басылады, и одан кейін былай тартасыз. Бұны ауырады кәдімгідей. Өйткені бұл қаншама жылдан бері тұрған шрам, өйткені барлығын жинап алған бойына, терінің бәрін тартып босату керек. Босағаннан кейін кәдімгі рахаттанып қаласыз бұдан. Вот осылай тартып тұрасыз. Бірнеше рет, 10 реттен, 20 реттен тартып босатасыз. Күнделікті 7 күн бойы істеп отырып, и уқалайсыз. Осын бір жағын бүйтіп тартып тұрасыз да, бүйтіп үстінен басып уқаласаңыз болады осылай. Бүйтіп шрамның үстінше. Сосын бізде мынау қабырғаның мына жерлерін басып шығасыз. Қабырғаның дәл осы жерлерін. Дәл осы жерлерді басып атқан кезде кәдімгідей болевой ощущение болады. Бұл лимфатический система, яғни лимфаның сізде ауырсыну болу болып жатады. Өйткені бұл мотильностьқа көмектеседі, яғни өттің жақсы жүруіне. Осы жердегі лимфатический точканы тауып аласыз да, нейролимфатический точки деп айтады, соны басасыз, ауырсын. Осы жерлердің бәрін басып шығасыз. Мына жерлерде де болуы мүмкін, осы жерлерде баста ұйқы безге қатысы бар, асқазанға қатысы бар точкалар, осының бәрін бүйтіп басып шығасыз. Жалпы мынау спайка, шрам деген нәрсе бұл көбінесе висцеральный терапияда келмейді. Көп деген ақпараттарды мен осы жерде бонус ретінде беріп жатырмын. Негізі мынау бір шрамның өзі бір бөлек сабақ бұл. Кәдімгідей бір күн уақыт алатын. Мен сіздерге қарапайым тілмен просто түсіндіріп кеттім. Лимфаның өзі бөлек сабақ. Жалпы осының барлығын сіздерге бонус ретінде беріп жатырмын. Просто мұқият, дұрыс қолдана біліңіздер. Және де ары қарай бізде өтімізде тас болмаса, сізге жалпы өт қабын қалай босатамыз деген не бар? Өт қабын просто аласыз да, міне
осындай саусақты аласыз да, мынау қабырға астында, қабырғаның тура осы жерінде бізде өт қабы тұрады. Өт қабын аламыз да, просто басамыз. Бүйтіп аламыз да, көтереміз ішке қарай. Басып тұрасыз. И тоже бізде бұл жерде бурление болады кәдімгідей. Құрылдап, жай жібересіз. И қайтадан басасыз. Бурление болады кәдімгідей. Ана. Вот так. Бір минут ұстайсыз, дем аласыз. Егер бұл жалпы өтіңізде тас болатын болса, бұл негізінде противопоказан. Өтіңізде кішкентай тастар болатын болса, жалпы протоктың басында тұрған, немесе протокқа өтіп кетейін деп тұрған тастар болатын болса, жалпы висцеральный коррекция жасамай қойыңыз. Түсінікті ғой, жалпы өтіңізді алып тастасаңыз да, осы терапия сізге қажет, бұл өмір бақи жасасаңыз болады, өйткені сізге өте пайдалы нәрсе. Сізде өт жоқ болғаннан кейін постоянно протокпен бүйтіп өт ағып тұрады ғой. Сондықтан мына жақ жиі толып қалуы мүмкін, сфинктер өтте. Сондықтан да жасап тұрған сізге өте маңызды. Енді бізде ары қарай көрсетем, тағы да бір техникалар не. Сол үшін мұқият болыңыздар. Енді қараңыздар. Жалпы сіз постоянно ішіңіз ауырып жүріп бүйтіп бүріліп жүрген кезде бізде напряжение мына иыққа болады. Екі иыққа болады. Мына жерде надосная мышца деген айтып бар. Қазір мен сізге көрсетемін. Бағанағы айтқандай напряжениенің барлығы осы иыққа түседі. Осы иықтың жалпы мышцалары біздің ішкі органдармен де қатысы бар. Енді ассоциируется. Осы жерлерді басқан кезде пациент кәдімгідей ауырсыну сезеді. Бұл ұзақ уақыттық, яғни стресс, ұзақ уақыттық напряжениенің әсерінен осы жерлер сізде ауыра бастайды. Сізде болсын, немесе пациентте болсын, үйде болсаңыз, бала шағаңызға, немерелеріңізге, болмаса жолдасыңызға осы жерлеріңіз уқалатасыз. Кәдімгідей сізде бұл жерде ауырсыну сезімдер болады. Міне осы жерлерді бүйтіп біраз уқалап шығасыз. Осы напряжениенің бәрін алып тастау керек. Немесе былай соссаңыз болады, осылай созып ұстап тастаңыз болады, фасциялардың бәрін босатып. Немесе былай басып шыққаныңыз. Болевое ощущение міндетті түрде кәдімгідей ауырсыну болады. Жалпы түсінікті. Келесі этап тағы бір не көрсетейін сіздерге. Ары қарай эффекті одан ары жақсы болу үшін мынау белдің астына біз осындай жастық қойсақ та болады. Былай түсір, төмен қарай түс. Осылай жастық қойып қоятын болсақ, бұл жалпы фасция, мышцы, ішкі органдар кәдімгідей созыла бастайды былай. Осылай жатқан кезде тағы да бурление болуы мүмкін, немесе пациентке одан сайын кішкене тепло болуы мүмкін, ыстық, жылылық, және де бір ыңғайлы, күшті бір ощущение болады. Содан кейін мынау органдарға висцеральный коррекция жасайтын болсақ, бұл ары қарай одан сайын эффектісі жақсара береді. Егер сізге видео пайдалы болған болса, ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып, осы каналға тіркеліп қойсаңыздар болады. Құрметті көрермен, егер де сіз дәрігер болсаңыз, медициналық біліміңіз бар болатын болса, және де массажист болсаңыз, сіздерге өте керемет, мықты структуралық бұзылыстарды жасайтын, оны корректировать ететін мықты техникалар дайындап қойдым. Келіп семинарға қатыссаңыздар болады. Мен сіздерге бұл техникаларды үйреткен кезде қолдарыңызды қойып, өздеріңіз нақты үйреніп кеткенше, мен сіздерге осыны үйретіп отыратын боламын. Өзіңіздің жұмысыңыздағы деңгейіңізді көтергіңіз келетін болса, менің семинарыма келіп біліктілігіңізді арттырсаңыздар болады. Семинардың бағасын, қайда, қашан және де қай уақыттарда болатынын білгіңіз келсе, осы төмендегі номерге хабарласып, WhatsApp номерге жазсаңыздар болады.